Тау, өзен және аспан ертегісі. Ертеде биік шымды сән еткен алып тау, оның бөктерін өрнектеп ағатын сыңғырлаған өзен және бәрін мейіріммен тамашалап тұратын кен аспан өмір сүріпті. Тау қашанда биік, асқақ, сабырлы еді. Өзен болса көңілді, қыңғылдақ, бірде жай ағып, бірде асығып жүретін. Ал аспан бәрін құшағына алып, әр күн сайын түрленіп, жарық шашатын. Бір күні өзен таудан сұрапты: «Ей, биік тау, сен қалайша еш қашан шаршамайсың?» Тау жымиып: «Менің күшім сабырымда. Жел ұрса да, жаңбыр жауса да, биіктігімді жоғалтпаймын» депті. Сонда өзен ойланып қалыпты. Өзі кейде тасып, кейде тартылып, үнемі өзгере беретін. Бұл әңгімені тыңдап тұрған аспан екеуін мейірлене құшағына алып, әр қайсыларының өз сыйларын бар. Тау биіктігімен күш береді, өзен қозғалысымен өмір сыйлайды, ал мен сендерді жылулықпен, жарықпен толықтырамын депті. Содан бері тау биік тұрып күш береді, өзен сыңғырлап ағып қуаныш сыйлайды. Аспан олардың үшеуінде мейірімге бөлейді екен. Ал адамдар үшеуіне қарап, сабыр таудай, жүрек өзендей, көңіл аспандай кең болсын деп тілейді екен.